Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен доктор Бибипа. Бүгінгі видеода біз бумажный сюрприз ашатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай менде бүгін бір жаңа коллекция. Бұл коллекцияның аты стикеры в очках. Бізде осындай вот сурет тұр. Және бізде осындай книжка. Бұл жерде 7 пакетик. Осындай вот книжка. Міне. Және біз өкінішке орай бір коллекцияны аяқтаймыз. Бұл коллекция розовая тема деп аталады. Міне. Ал енді коллекцияларымыз таңдайық. Коллекция «Приготовь». Бұл бізде алдыңғы видеоның жаңа коллекциясы болатын. Давайте бүгін что-то осындайлардан алайық. Мына жақта тамақтың өзі шығады. Және постоянно звук естіп жатсаңыздар, кешірім сұраймын. Давайте бүгін осындай немесе, ладно, осындай пакетик алайық. Вот. Коллекция Гарри Поттер. 4 пакетик қалыпты. Давайте бүгін какой-нибудь... Ладно, осындай логотиппен алайық. Әдемі пакетик алғым келіп еді, но осыны алғым келіп кетті. Осындай вот логотиппен. Коллекция Монстрик. Давайте бүгін какой-нибудь вот осындай алайық. Коллекция Мохито. Давайте бүгін осындай алайық. Вот. Коллекция пазл. Бұдан как всегда рандом аламыз, осылай. Сенесіздер ма, сенбейсіздер ма, бірақ мен көзімді жұмып тұрмын. Вот, осыны алдым. Және де бүгінгі жаңа коллекция. Стикеры в очках. Давайте бүгін осы пакетик алайық. Вот. Бүгінгі распаковкаларда бізде осыншама коллекция. Және де адвент календарь. Өте көп дейміз, аз да емес. Вот каталог. Коллекция розовая тема. Бүгін бұл коллекцияны аяқтаймыз. Вот осындай красивый пакетик. Ашайық. Бізде осындай вот резинка. Номері 4. Бәрі дұрыс. Прям әдемі. Можете идея алуға, бұны мен өзім жасадым. Вот. Прям әдемі. Келесі коллекциямыз Монстрик. Вот осындай пакетик. Ашайық. Және де бізде осындай вот злюйся деп тұр. Прям милый. Номері 1. Бүгін біз осы бетті аяқтадық. Наконец-то. Вот. Ашайық. Жабыстырайық. Вот. Осылай шығып жатыр. 2 пакетик қалыпты. Коллекция Dolce Milk.
бүгін біз 6-шы номерді ашамыз. Каталогтағы тұрайық. Мынау 6-шы номерді ашайық. Вот, бізде осындай помада шықты. Блин. Фокус. Вот, осындай помада шықты бананның дәмімен. Бізде тогда уже 3 помада. Біз бұны соңғы жерге жабыстырамыз, то есть осы жерге. Келесі видеоларда біз осы келесі бетке жабыстырамыз. Жабыстырайық. Міне. Келесі коллекциямыз пазл. Вот. Ашайық. Және де бізге, как всегда, 2 деталька шықты. Вот. Комментарияға жаза беріңіздер, қандай сурет шығып жатыр. Жабыстырайық. Номері 1. Осы жерге. Ой. Но все равно түзу емес. Что-то не так жабыстырған сияқты. Осылай болу керек пе? Ну, даже не знаю. Походу, осылай. Просто, значит, фото бос қалды. Ну ладно, посмотрим. Келесі. Номері 16, то есть осы жерге. Мынақта камера тұрғанда қиында жабыстыру. Вот. Мынақта уже понятно, не жасалып жатыр. То есть қандай сурет шығып жатыр. Осы жерде шықса, біз осы жерді аяқтаймыз. Осы жерге келесі видеода шықса. Коллекция Мохито. Вот. Осындай пакетик, осындай перфорациямен. Алдыңғы видеоларда бұл перфорация істемеуші еді. Бүгінгі видеода өте жақсы істеді. Және де бізде осындай меммен Мохито шықты. Вот. Бұл жерде номер жоқ, так что осы бетте осы жерге жабыстырайық. Или осы жерге. Жоқ, осы жерге жабыстыра берейік. Перфорациясы просто классно сработала. Гарри Поттер. Шақ пакетик қалыпты сынай. Ашайық. Және де бізде осындай персонаж шықты. Номері 7. Осы бетке, біз осы бетті аяқтаймыз. Бүгінгі видеода. Жабыстырайық.
Вот. Алдыңғы видеоның жаңа коллекциясы «Приготовь». Сол кезде бізде осы шыққан. Бұл бізде қант. Уже білетін болсаңыздар, жаза беріңіздер комментарияға. Но зря сіздер білесіздер. Потому что қантпен көп заттар жасауға болады. Және бұл жерде бізде масло. Масло қантқа не үшін керек? Да. Вот. Ну, масло мен вообще бір пәле жасауға болады. И тағы бір заттар қосып жасауға болады. Номері 1 осы жерге. Вот. Осылайша жатыр. Қайсыға жабыстырдым? Ноғатым. Да. Маяқтағы кішкен розовыйларға қарамаңыздар, кейбір фломастерлері менде не очень жазып қалды. Так что вот. Вот осындай пакетик. Ашайық. Обычный пакетик вообще. Және де бізде вот осындай очкидегі стикер. Клубничка. Да. Номер жоқ, но бұл келесі бетте. Осы жерге. Осылай. Жабыстырайық. Вот так. Мне кішкене спойлер көрсетейін ба? Уже понятно болып қойған сияқты. Суреттен кейін. Осымен видео аяқталды. Кімге ұнады, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Және де кімге осы коллекция ұнады, комментарияға жазыңыздар. Пока-пока!